Қиярды қызанақтың шырынында жабамыз, өте дәмді болып шығады қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен қиярымызды жақсылап салқын сумен бірнеше қайтара жуып, бас жақтарын кесіп алып тастаймыз. Үстіне салқын су құйып, 3-4 сағатқа сол суда қалдырамыз. Сол аралықта қызанақтарымызды да жақсылап жуып, кішкентай бөліктерге бөліп, ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламыз. Одан кейін ыңғайлы ыдысымызға құйып, газдың баяу отында шамамен 15-20 минут көлемінде сақырлатып қайнатып аламыз. Банкаларымызды да манты қазанда осылай булап дайындап алдым. Дайын болған банкалардың ішіне ең алдымен хрен жапырағын, зонтик укроп, одан кейін чеснок, болгар бұрышын саламыз, және де жаңағы қиярымызды нығыздап салып шығамыз. Лабыр жапырағын салып, сақырлап қайнап тұрған су құйып, қақпағын жауып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін осы суымызды жаңағы қызанақ шырынның үстіне құйып, тағда газде қайнатып аламыз. Банкаларымызға бұрышын, тұзын, қантын барлығын саламыз. Мен банка атылып кетпес үшін әр банкының ішіне аспириннің жарты бөлігін салып шығамын. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай қызанақ шырынын тағы да газдың баяу отында шамамен 20 минут көлемінде сақырлатып қайнатып аламыз. Қайнаған бойда жаңағы банкаларымыздың ішіне құйып шығамыз. Мына жерде мен 70% уксустан 1-2 тамшы қосып жатырмын. Барлығын қосып құйып болғаннан соң арнайы банка жабатын құрылғымен қақпақтарын жауып тастаймыз. Жылы жерге 2 тәулікке қалдырамыз. Одан кейін қысқа дейін сақтай берсеңіздер болады. Ас болсын.